Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 6 сынып сабақты жүргізетін Қалымбетова Алтынай Бейсенбекқызы. Бөлім атауы Қазақстан қорықтары. Сабақтың тақырыбы ең алғашқы қорықты білесің бе? Оқу мақсаттары: тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау, етістіктің шақтарының қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдану. Бағалау критерийлері: тірек сөздерді анықтайды, жетекші сұрақтарға жауап береді, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайды, етістіктің ауыспалы ауызша қызметін меңгеріп қолданады. Балалар, жаңа тақырып сендерге алдын ала үйге берілген. Олай болса, мына суретке назар аударайық. Суретте не бейнеленген? Суретке қарап, тірек сөздерді анықтаңыздар. Сурет бойынша мен мынандай тірек сөздерді анықтадым. Қорың, аң-құс, тау, су, өзен, табиғат. Жарайсың, Арина, жақсы. Олай болса, балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Қорық деген не? Қорықта не болады? Қандай қорықтарды білесің? Қорық деген не? Қорық аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа, үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі, типтік, сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерінде бүкіл компоненттердің жиынтығымен қоса сол қалпында сақтауға арналған арнайы қорғау режимі бекітілген ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Қорықта не болады? Қорықта жануарлар мен өсімдіктер болады. Қорықтың түрлері: Ақсу жабылғы қорығы, Алматы қорығы, Барсакелмес қорығы, Марқакөл қорығы, Батыс қорығы, Алтай қорығы, Наурызым қорығы. Жақсы. Олай болса, үйге Қазақстанның ең көне қорығы Ақсу жабағылы қорығы туралы оқып түсініп келуге тапсырма берілген болатын. Ақсу жабағылы қорығы алуан түрлі өсімдіктерге бай. Қорықтықтың символы крес қызғалдағы. Қызғалдақтар мен сарғалдақтар алғаш рет Ақсу жабағылында өсірілген. Қорықтықтың таулы бөлігі мәңгілік мұздықтар. Қорықта аңдар өте көп. Онда таутеке, елік, марал, қар барысы, аю және тағы басқа жануарлар мекен етеді екен. Ақсу жабылған ауылында түрлі реликалық өсімдіктерге бай. Мұнда жеміс-жидек, дәрілік өсімдіктерге тағы да басқалар өседі. Қорқыт ауылының символы крес қызғалдақ. Сарылған алғаш Ақсу жабылған өсіріледі. Қорқыт ауылында бөлінген мәңгілік мұздықтар бар. Онда түпсіз көгілдірген мұздай тау көлдері айнадай шығылсады, тік жарасатын сарқырамалар ағады. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін айтайық. Грек қызғалдағы лалагүлдер тұқымдастығының қызғалдақ туысына жататын көп жылдық пиязшақты өсімдік. Мұздықтар қардан кейін тығыз жинақталған мұздардың табиғи шоғырлануы. Аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланудан алынған және үкіметтің қорғауында. Шөлейттер су жоқ, көлді жер. Жазықтар далалы ашық жер, ну орманды ағаш көп жер. Жарайсың. Олай болса, бүгінгі сабақтың тілдік бағдарын тыңдайық. Ауыспалы осы жақ түрде болатын қайталанып жататын қимыл әрекетті білдіреді. Мысалы, өседі, ағады, шағылысады, молайтады. Тілдік бағдар: ауыспалы осы жақ істің қимылдың дағдылы түрде болып тұруын көрсетеді. Мысалы, жаңбыр жауады. Ауыспалы осы шақ түбірге көсемшенің а, е, и жұрнақтары мен жіктік жалғануынан жасалады. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші, Ақсу жабағылы қорығы деген мәтіндегі тірек сөздерді анықтаңыз. Екінші, берілген ақпаратта қандай мәселе көтерілген? Үшінші, Ақсу жабағылы қорығы қай жылы құрылған?
4. Ақсу Жабағылы қорығының жануарларын атаңыз. 5. Қорықтың символын атаңыз. Ақсу Жабағылы қорған деген мәтінді тірек сөздерді анықтаймыз. Қорық алуын, аққұс, тәттіге, суыр, кіскіртке мекендеген шөліт, орман. Берілген ақпаратқа қандай мәселе көрілген? Табиғатқа қорғау мәселелері көрілген. Ақсу жабағында қарға қай жылғы тұрған? 1926 жылы тұрылған. Ақсу жабағында қаралғандан жануарлар атыңыз. Тәукер, суыр, көрсетке, жылан, марал, қарбарысы, елік, аю, құлдыз. Жақсы, 2. тапсырма бойынша жаңа сөздерді мағынасымен сәйкестендіріңіз. Грек қызғалдағы лалагүлдер тұқымдасының қызғалдақ туысына жататын көп жылдық пиязшықты өсімдік. Қорық аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланудан алынған және үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі, мұздықтар, қардан тығыз жинақталған мұздардың табиғи шоғырлануы, жазықтар, далалы ашық жер. Жақсы балалар, олай болса 3. тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөйлемдегі етістіктер қай шақта айтылып тұрғанын анықтаңыздар. Ауан түрі өсімдіктер өседі. Алыспалы осы шақ. Ан құс жүреді. Алыспалы осы шақ. Қызғалдақ, сарғалдақ алған Ақсу Жабағылыда өсірілген өткен шақ. Ол 1926 жылы құрылған өткен шақ. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса балалар 4. тапсырма бойынша тақырып бойынша ауыспалы осы шақта бірнеше сөйлем жазыңдар. 4. тапсырма. Тақырып бойынша ауыспалы осы шақта бірнеше сөйлем жаздым. Біріншісі, қорықтарда жануарлар қорғалады. Екіншісі, онда таутекелер жайылады. Үшіншісі, көлдер айнадай шағылысады. Төртіншісі, жартастардан сарқырамалар ағады. Тамаша балалар. Олай болса бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер ең алғашқы қорық туралы мәліметтерді толықтырдыңыздар. Жаңа сөздердің мағынасын толық түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тақырып бойынша көтерілген мәселені, мәтіндегі тірек сөздерді айқындауды үйрендіңіздер. Етістіктің ауыспалы осы шақ қызметін меңгеріп, қолдануды үйрендіңіздер. Енді бүгін сабақтан алған ойымызды қорытындылайық. Тақырып бойынша алған керек ақпараттарымызды чемоданға салайық. Сабақтағы керек емес болған артық дүниелер болса, оны қоқыс жәшігіне салыңыздар. Ал бүгінгі сабақта әлі де оқуым керек, әлі де толықтыруым керек десеңіздер, ет тартқышқа салып қойыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.